бар ма? Сәлеметсіз бе? Айтишник маманы қиын ба? Қиын жағы да бар, оңай жағы да бар. Сізге айтишник болуға ата-анаңыз қарсы болған жоқ? Жоқ, ешқандай ешкімге қарсы болған жоқ. Сізді бұл айтишник болуға не қызықшылық болды? Мен енді 4 жыл, 3 жыл колледжде, 4 жыл университетте оқығаннан кейін 7 жыл оқыдым. 7 жылдың аржағында бізде компьютер деген заманауи емес, жай болады ғой телевизор сияқты артылы компьютер. Сол кезде мен өзім қызығатынмын мынандай компьютерлерді. Ол кезде керемет мынандай жағдайда болған жоқ қой, компьютер алып қарағанға, айналғанға. Сол кезден қызығып, сол компьютерлерді жұмыс істегенде қызықты. Сондықтан сол осы мамандықты таңдадым. Келешекте керемет болады деп ешкім ойлаған жоқ. Қазір енді каждыйында әр мұғалімдер, әр оқушылар бір ноутбуктан заманға сай, планшеттермен де ноутбуктармен бәрі жұмыс жасаса болады. Егер мен айтишник болғым келсе, сіз бізге айтишник болу үшін қандай маман, қандай кеңестер бересіз? Көбіне компьютерде, планшетте, ноутбукта тек қана практикалық жұмыстар көп жасау керек деп ойлаймын. Мен өзім практикалық жұмыстан үйрендім. Басында оқисың, оқығанда жақсы, бәріне не болады. Бірақ практикалық жұмыспен көрсе, ол өзі ол білмей тұрған затты біліп, кішкене көзбен көріп, өзің жасағаннан кейін тез үйренесіз. Біз сіздерді IT мамандығы болуға кеңес береміз. IT мамандығын да таңдауға кеңес береміз. IT мамандығы қазіргі таңда әйгілі мамандықтардың бірі болып саналады. Және де IT мамандығы өте керемет және де жақсы мамандықтардың бірі.